Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай полу комбинасын тоқитын боламыз. 3 пен 6 айға арналған. Міне осындай арқа жағы резинка болып. Ол үшін спицаға 40 ілмек ілетін боламыз. 40-тың осы жартысын, 20-сын 2-ге бөліп тоқитын боламыз. Міне аяқ бөлігінен бастайтын боламыз. Міне осылай спицаға осы 2 бөлігін осылай спицаға орналастыратын боламыз. Және де бір оң бір теріс қылып резинка қылып тоқитын боламыз. Резинкасын 15 қатар тоқып алатын боламыз. Енді бір қатар оң қылып тоқитын боламыз. Міне тоқып алдық. Енді екі шетінен накид қылып қосып тоқитын боламыз. Міне осы ортасындағы жіпті міне осылай спицаға ілеміз және де оң қылып тоқимыз бұны. Осы екі шетінен ғана алып отыратын боламыз. Екі шетінен ғана қосып осылай тоқып кете беретін боламыз. Міне осылай екі шетінен көбейтіп отырып 35 қатар тоқуымыз керек. Әр 4 қатардан кейін көбейтетін боламыз. Әр 4 қатар оң тоқимыз және де көбейтеміз. Екі шетінен осылай көбейтіп отыратын боламыз.
міне астыңғы бөлігі, аяқ бөлігі осылай болып шықты. Міне осы екі жанынан ғана көбейтіп отырамыз, осылай болып шығады. Міне екінші бөлігінде дәл осылай тоқып алдық. Содан соң осындай жіп аламыз, воздушный петля. Ол үшін крючокпен тоқитын боламыз. Міне осылай 10 петля тоқуымыз керек. Осы 10 воздушный петляны спицаға ілеміз. Осы екі аяқ бөлігінен осының орталарында тұратын болады. Міне осылай тоқып кете беретін боламыз. Оң қылып тоқитын боламыз. Екеуінің ортасында тұру керек.
Міне көргендеріңіздей екеуінің ортасында осылай тұратын болады және де оң қылып бір қатар тоқитын боламыз. Бір қатар тоқып болған соң, енді екінші қатарында міне осылай қысқартып шығатын боламыз. 10 рет қысқартуымыз керек. Осылай арғы бөлігінде де және де алдыңғы бөлігінде де осылай қысқартып отыруымыз керек. Мына 10 воздушный петляңыз білінбей кетуі керек. Міне осылай қысқартып қойдық. Енді 40 қатар оң қылып тоқитын боламыз.